Қайырлы күн, достар. Таңғы асқа не жасаймын деп ойланып отырсаңыздар, сіздерге ыстық лаваш таяқшаларын ұсынғым келеді. Өзі осындай жұмсақ, әдемі болып піседі. Ал ендеше рецептімізге оралайық. Бізге керегі шұжық, қызанақ және де сыр. Шұжықты алып, осылай майда етіп кубик-кубик қылып тураймыз. Шұжықты турап болғаннан кейін сырымызды теркадан өткіземіз. Мен чеснокқа арналған терканы қолданып отырмын. Жалпы бұл терка болмаса, кәдімгі салатқа арналған теркамен алсаңыздар да болады. Қызанағымызды дәл шұжықты турағандағыдай кубик-кубик қылып тураймыз. Барлығын турап өткізіп алғаннан соң, 1 шай қасық қаймақ қосып, қалауларыңызша тұз қосып, араластырып аламыз. Лаваштарымызды осылай бөлікке бөліп дайындап, ішіне салмамызды салып, осылай орап шығамыз. Және де 1 жұмыртқаны осылай қозғап, таяқшаларды үйкеп аласыздар. Табамызды қыздырып, майымызды құйып, таяқшаларды сала бересіздер. Таяқшаларымызды салып, аударып пісіріп аласыздар. Міне біздің таяқшаларымыз дайын. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.